Саламатсыз ба, құрметті жас түлек, ұлттық бірыңғай тестте келетін теория, бірақ бұл теория вообще түрі бір қарағанда өте оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ оны дұрыс білмейтін адам капец қателеседі. Сондықтан до конца тыңдаймыз. Бұл жерде негізгі сөз нуклондар, яғни қарауға болады, ағай бір қарағанда шығара салатын зат қой деп. Жоқ, дұрыстап тұрып қараймыз. Нуклондар саны деп тұр ғой. Осыған қараймыз. Мынау қандай элемент? Жалпы химиядағы уран деген элемент, Уран деген элемент, естеріңіз болсын, әрқашан мынандай нәрсе бар. А и төмені Z деген сөз. Z деген сөз протон саны, естеріңіз болсын, жазып алайық осыны қазір. Протон саны немесе Z деген реттік нөмір, яғни Менделеев кестесінде реттік нөмірі. А деген ол массалық саны, яғни массалық саны деген сөз өзіндік массасы, яғни 238-ге тең деген сөз. Енді көп адам былай ойлайды, нуклондар саны деген сөз 238-ден азайтам кімді дейді? 92-ні азайтамда 146 деп ойлайды. Оны неге олай жасадым десем, ағай мынандай формула бар емес па? А-ны табу үшін Z-ке қосасың n-ді дейді. Яғни мына тұрған n-ді ойлайды екен нуклондар саны деп. n Z не қойса минуспен өтеді ғой деп. Жоқ, олай емес. Бұл жерде n деген нейтрондар саны. Ал нуклондар деген сөзге дұрыс жауапта 238-ді белгілейсіздер. Неге? Өйткені нуклондар құрап массалық санды құрайды екен. Келесі жолы осы кезде баспен қадалып атпаймыз. Сондықтан жақсылап тұрып дәптерге теориясын жазамын. 180 мүлдем қатысы жоқ, 92 деген қазір ғана айттым, протон және реттік нөмірі. Ал 146 деген оның айзотын қатысы жоқ, өткен бұл нейтрон саны. Сонда дұрыс жауап нуклондар саны деген сөз 238.